Үйіңізге осы шар найзағай кіріп кеткенде не істер едіңіздер? Мына жерде аспандағы бұлттардың толқын сияқты болып тұрғаны суретке түсіп қалған. Саған бұл не сонда? Мен сияқты космосқа ұшып бүкіл планеталарды өз көзімен көргісі келетіндер бар ма? И вообще да барлық планеталардың өз дауысы бар екенін білесіздер ме? Сәлем Диана Кю, бүгінгі ролик ерекше болғалы тұр. Планеталардың сұмдық дауысын естіп, таң қалып, әрі аспанда көрінген әртүрлі қорқынышты жайттарды зерттейтін боламыз. Сіздерге бір советім бар, роликті наушникпен көріңіздер. Именно қазір ыстық кезде бәріміз жақтырмай жүрген күннің өз дауысы бар. Күннің планета емес жұлдыз екенін білесіздер ғой, иә? Біреу сұрағанда планета деп ұятқа қалайып жүрмеңіздер. Итак, күн де аспаннан көріп жүрміз, иә? Ал енді дауысын естіңіздер. Қорқынышты, иә. Енді осы уақытқа дейін прям қып-қызыл болып тұрған аспанды көргенсіздер ме? Бразилиядан интернетте осы видео пайда болды. Аспанның бір шеті толықтай қып-қызыл болып тұр. Күннің батуы ғой деп те айта алмайсыздар. Дыбысы вообще қорқынышты. Бұның ақыры не екенін ешкім анықтай алмады. И интернетте де бұдан басқа видео жоқ. Меркурий күнге ең жақын планета. Дауысы деген жай сөзбен айтқанда жағымсыз екен. Енді телефонға түсіп қалған мына кадрға қараңыздар. Аспанға қарай жарық бірдеңе ұшып кетті. Көбісі бұны НЛО немесе басқа әлемге проход ашылды деп жүрді. Бұл видеоның интернетте саяхаттап жүргеніне уже біраз жылдар болды. Сонда да шын ба, әлде монтаж ба, ешкім толық біле алмады. Таң атпай жатып далаға шықсаңдар шолпан планетасын көруге болады деп айтатын еді баяғыда. Қазір де сондай ма? Аты әдемі шолпан болса да, ал дауысы деген вообще қарама-қарсы. Шолпанның дыбысынан да қорқынышты аспаннан көрінген осы біртүрлі нәрселер болып тұр ғой. Көбісі бұны өзге ғаламшарлықтар деп ойлайды екен. Бірақ жоқ, олай емес. Бұларды спрайт деп атайды. Найзағай қатты соғып жатқанда какой-то бір миллисекундқа пайда болатын көрініс. Иә, біз өмір сүріп жатқан жердің де өз дыбысы бар. Бәріміз бір планетада өмір сүріп жатырмыз, бірақ дауысын ести алмаймыз. Естіп көріңіздер енді, әдемі екен. Аспанда пайда болған қара тесік. Жан-жақта ешқандай да пожар болмаған. Сонда мұның не? Ешкім анықтай алмады. Деп айта қояйын, бұны адамдардың өзі жасапты. Саған ойлап таппайтындары жоқ, Ай бізге өте жақын болса да, оның осы ужас дыбысын естпейді екенбіз ғой. Айға барып келген космонавттар естімеген. жылы интернетте адамдардың арасында осы видеоның кесірінен соғыс басталып кетті. Көбісі бізге НЛО келді деп шу шығарып жүрді, бірақ бұл әшейін айға ұшқан ракета болып шықты. Ұшып бара жатып, істен шығып осылай айнала бастапты. Соның әсерінен алыстан көзге тура бізге НЛО келгендей көрінеді екен. Міне тағы да сондай фотолар. Ал мұны вообще потолок. Марсқа көшуге болады екен деп адамдар шулап жүрген кез кімнің есінде, бірақ ол өтірік болып шықты. Марсқа барып өмір сүре алмасаңыздар да дауысын естіп көріңіздер енді.
Ал енді мына видеоларда не болып жатыр, кім түсіндіріп бере алады? Көбісі бұны ұшып өткен метеорит деп ойлапты. Басқалары болса аспаннан жерге тасталған бомба деп ойлапты. Сонымен адамдар ойлап қойды. Ешкім ештеңе анықтай алмады. Небәрі 10 жасар Жансая деген қыз өзі YouTube канал ашып жүргізіп отыр. Қандай талантты, идеясы көп, қыз вообще таң қалдым. Рөлге беріліп ойнағаны тура атақты актрисалардан қалыспайды. Ұялып қалдым ғой, өзім 24 жаста енді YouTube жүргізіп жүрсем, ал Жансая болса мектеп оқып жүріп, әрі табыс тауып жүр. Видеолары да бірінен бірі өткен қызық екен. Сіздер де тіркеліп қойыңыздар. Бұндай қызық, әртүрлі сюжетке толы каналды басқа жақтан таппайсыздар-ау. Жансая Еркінбек қызы деп іздеңіздер, немесе описаниеда ссылка тұр, сол арқылы өтсеңіздер де болады. Шығарған деген не пәле ол? Юпитер темір заттарды өзіне тартып алады екен. Сол үшін оны зерттеу үшін аппараттар өте аз жіберіледі екен. Мүмкін осы үшін оның дауысы да осындай бір түрлі шығар, а? Шар найзағайды көргендер бар ма? Бірақ ойбай, көрмей қойыңыздаршы. Мына видеоға қараңыздар. Тіпті үйге де кіріп кетеді екен. Сатурн өз цветін өзгерте алатынын білесіздер ме? Қалай екенін ғалымдар әлі білмейді. Сонда да дыбысын естіп көріңіздер. Сатурнның айналасындағы домалақ болып жүрген тастардың да бізге айтары бар. Мына суреттегі кеме қалайша суда емес ауада ұшып тұр. Ал мынау ше, сөйтсем бұл фата-моргана деген эффект екен. Алыстан біздің көзімізге негізінде суда жүзіп бара жатқан кеме тура ауада ұшып тұрғандай болып көрінеді екен. Өте суық планета. Біз -25-тің өзінде мектепке бармай, үйден шықпай отырсақ, Уранда -224 градус екен. Дауысы да соған сай. Сатурнның көзге әрең көрініп тұрған жүзігінің де дыбысы бар екен. Біртүрлі, бірақ өте әдемі аспандағы көріністердің бірі. Аты отты кемпірқосақ. Кәдімгі кемпірқосаққа қарағанда өте сирек пайда болады екен. Көргендер бар ма? Ең суық деп саналған планета. Әрі сұмдық дауылдар болып тұрады. Мына оның кошмарный дыбысы. Мына видеоны көріп таң қалдым. Тура басқа әлемге портал ашылып, ол жақтан өзге ғаламшарлықтар кіріп жатқандай. Бұны да ешкім толық зерттей алмады. Ең кішкентай планета. Кішкентай ақ болғанымен дауысы деген ұрып тұр енді. Толқынды бұлттарды көргендер бар ма? Жоқ ау, я. Оларды асперитос деп те атайды екен. Жоқ, бұл фотолар фейк емес. Шынымен де аспанда жиі болып тұратын көрініс, бірақ көп емес. Точно бізде емес. Қатты көргілеріңіз келіп тұрса, Америкаға баруларыңыз керек.
Охо, космостағы маған ең қызығы ол черная дыра. Осы уақытқа дейін ішінде не бар екенін ешкім білмейді. Өйткені қасына не барса да өзіне тартып ала береді. Ол тартылған заттардың қайда кететінін ешкім білмейді. Ал мынау оның дыбысы. Енді общий космостың дауысын тыңдап көріңіздер. Қайсы планетаның дыбысы қатты ұнады және қатты қорқытты? Міндетті түрде комментарийге жаза кетіңіздер. Әрине лайк басып каналға тіркеліп алуды да ұмытпаңыздар. Ал сіздермен болған Диана Q. Келесі роликте кездескенше.